Танымал эстрада әншісі Қайрат Нұртастың туған інісі Заңғардың өткен жексенбі күні үйлену тойы болды деп жазды. Алайда әлеуметтік желіде тойдың барысын бақылап отырған көпшілік әлеуметтік үлкен қуанышқа Қайрат Нұртастың жары Жұлдыз Әбдікәрімованың ортақтаспағанын байқаған. Оңтүстік Астанадағы танымал мейрамханалардың бірінде өткен дастарханға шоу-бизнес әлеміндегі жұлдыздар көптен жиналған. Бейнежазбалардан жаңа түскен келіннің бетін айтыскер Жандарбек Бұлғақов ашқанын көруге болады. Тойда Қайрат Нұртас та ән салып, қонақтардың көңілін көтеріп жүр. Бірақ әлеуметтік желіде таралған видеода оның әйелі Жұлдыз мүлде көрінбейді. Жұлдыздікі дұрыс болмапты, реніштің бәрін жинап келуі керек еді. Неге тойда Жұлдыз бен балалары жоқ? Қайрат жалғыз өзі жүр. Жұлдыз келмесе Қайраттың басқа әйелі бар болғаны ғой. Өзі келмесе де балаларын жіберу керек еді. Жұлдыз ешбір тойына барған жоқ. Айттым ғой, Жұлдыз бен Қайрат екі бөлек тұрады. Ажырасып кеткен, тек Қайраттың өзі араласады деп жазған желі қолдаушылары.